Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мерекелік дастарханның көркін ашатын, дәмі өте нәзік әрі тез жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге өздеріңізге қалаған консерві керек. Мен сельдь алдым, 4 жұмыртқа, сыр, сәбіз, картошка және үккіш майонез керек. Ең бірінші слойға бір картошканы үккіштен өткізіп аламыз және өстіп нығыздап кішкене басын қырап, бетіне майонез жағып шығамыз. Екінші слой бізде сельдь. Сіздер өздеріңіз қалаған скумбрия немесе горбуша, қалаған консервілеріңізді алсаңыздар болады. Осылайынан жайып шығамыз және екінші картобымызды үккіштен өткізіп жаямыз. Алда әлі жаңа жылдық рецепттермен талай бөлісетін боламын. Мені қолдап тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және бетіне сәбізді де үккіштен өткіземіз. Жаңа жылға тағы қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар? Ыстық тамақ, салат немесе торт жасайын ба? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сырды өткіземіз, бетіне кішкене майонез жағамыз және өстіп жұмыртқамызды ортасынан ұзыннан қақ бөліп, бетін әсемдегенге қалдырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысын майда үккіштен өткізіп, үшеуін өткізіп, бетіне жұмыртқаның ағын, белокты әдемілеп, домалақтап, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап әсемдесеңіздер болады. Біздің үйдегілерге дәмі ерекше ұнады, жұмсақ, сочный, әдемі болған. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Қонақ күтерде дәмді әрі тез дайын болатын салаттардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын.